Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? 21 ғасыр озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс тәсілдерімен ерекшеленеді. Олай болса, мен бүгін сіздерге Nearpod сервисімен таныстыратын боламын. Nearpod сервисі арқылы интерактивті презентациялар құруға, кез келген PowerPoint, Google Slide, кез келген бейнені жүктеп салуға болады. YouTube-тан да тікелей бейнені жүктеп орналастыруға болады. Nearpod сервисімен жұмыс жасау үшін алдымен тегін тіркелеміз. Тіркеліп болғаннан кейін мұғалім ретінде кіру батырмасын басамыз. Тіркелудің өзі көп жағдайда жүзеге асады. Бірінші Google арқылы, екінші Office бағдарламасы арқылы, немесе электронды почтаңыз арқылы логин пароліңізді жазасыз. Менің кітапханам өрісінен құру, создавать батырмасын басып, сабаққа атау бересіз. Өтетін сабағыңыздың сипаттамасын жазып, сынып пәнін таңдайсыз. Сонымен қатар жоғарғы жақта добавить слайд, удалить слайд, копировать деген, слайдты қосу, слайдты өшіру, көшіру батырмалары бар. Бұл жерде добавить содержание мазмұнын қосуға болады, немесе добавить активность батырмасын басу арқылы ашық сұрақтар, жұбын табу, яғни сәйкестендіру тапсырмаларын, сонымен қатар сауалнамалар бөлімдері бар. Nearpod сервисімен жұмыс жасауда сабақты өткізудің 3 нұсқасы шығады. Живое участие, масштаб, живое участие, студенческий темп. Бұл жерде көп әріптестер живое участие батырмасын таңдау керек. Өйткені живое участие батырмасын басу арқылы мұғалім оқушының сабақ қарқындылығын бақылайды және олар өз құрылғыларымен қосыла алады. Оқушыларды сабаққа код арқылы кіргізуге болады, немесе сілтемесін жіберуге болады, болмаса электронды почта арқылы қосылуға болады, Google Classroom арқылы қосылып кіруге де болады. Ол мұғалімнің өзіне байланысты. Кодты тіркегеннен кейін сабаққа әріптестер мен оқушылар да қосыла алады. Ақ тақтаны қосу арқылы оған сабақ түсіндіруге болады. Ақ тақтаға жазылған жазбалар оқушыға да мұғалімге де көрінеді. Оқушылардың сабаққа қаншалықты қатысып отырғандығын төмендегі батырмадан білуге болады. Nearpod сервисі арқылы интерактивті видео тапсырмалар жасауға болады. Мұғалімге көмек бере алатын мол мүмкіндігі бар платформа деп айта аламын.